Күте халықта шаршады уже қазір. Ауылда дейтін қордаланып тұрған іс көп. Су мәселесі дейтін бірінші жүретті тұр. Жаңа жігіттерді айтып отыр ғой. Су мәселесі дейтін жоқ. Әкімшілік айта шаршады уже. Ауылдың ауданға, бұл облысқа жетіп жатыр ма, жетпей жатыр ма, оны біз ешкім білмейді. Дипломмен ауылға, ешкім ауылға дипломмен не деп келеді ауылға? Ешқандай келген семьяға, отбасыға жағдай жасалмаса, ол бұл жерден ең болмағанда жұмыс тауып бере алмайды. Мектепте орын жоқ дейді. Мысалы, білім сапасы бар, оның бәрінде көтеру керек қой. Енді жас нелер, мамандар келмесе, мектептің де сапасы өзі төмендеп баратыр. Үлкен мұғалімдер үлкейіп баратыр. Өркендеу керек, мысалы ауылда да. Мысалы, өз қазір көрсетерміз ауылдың ішін. Ауылдың ішіндегі тартылған суды дейтін осымен мен 3-ші рет су тартылып жатыр. 1 емес, 2 емес, 3. Ол дейтін ол өте қате зат қой. Мына біздің ауыл дейтін мысалы қарап отырсаң, бұл бір не жағдай бір жасалмаған ауыл. 0. Ауылдың ішінде дейтін асфальт дейтін нашар. Балдар дейтін мына ауылдан салынған проекті де бар дейді. Мысалы тоқ желісі де нашар. Тоқ желісін тартып жатыр. Бұрынғыша тартылған, новыйдан тартылып жатыр. Бұрынғылар тұр. Мысалы апор дұрыс қойылмаған дейді, оның бәрін біліп отыр, бірақ соған қаражат бөлмей отыр. Бөлінгенде де көріп отырсың ғой енді. Жаңағы су тартылып жатыр дейді, ақша жетпей жатыр. Мына су тартып отқан мердігер жігіт айтады, маған ақшасы берілсе мен тартамын дейді, бірақ ақша жоқ. Ол ертең осымен қалады ол су дейді. Ол әрге бармайды. Ол қаражат берілмегесін, ол ештеңе істей алмайды ғой жоғарыдан. Облыс әкімі дейтін келіп қарамайды мысалы. Енді ол ауданның әкімі де сол. Мен жерден келеді, бір әуекте келеді де, мен жерді қарайды да, проблемасын айтады да кетеді. Ойбай, анау мынау ана жерге барып клубтан не дейді. Ауылдың ішін ешкім араламайды, қарамайды. Мысалы, ауылменен мысалы көргің келсе ауылды ішін арала дейді ғой мысалы әкім. Халыққа жақын бол дейді, ол әкімнің халыққа жақын болып жатқан. Әкім көріп тұрған жоқпын мен. Мысалы ауылда. Мен де өндірісте жұмыс жасаймын. Біз енді ауылдың несіне көріп жатамыз, естіп жатамыз. Көбіне ауылда болмай қаламыз. Мысалы осындай мәселелер келген жағдайда да, мысалы айтатын болсаң, мысалы көп спорт жолдың тұрысы анау қазір көрсетіледі. Оның да халықтың қаражатына салынған ана жағдайда тұрысы. Ешқандай мемлекеттен, мысалы басқа нелерден мысалы не жоқ бізге, көмек жоқ. Алшақтап кетті вообще. Жақындастық жоқ. Мен мысалы басқа мына ауылдық жерлерді көріп жүріп, ол басқа ауылменен мысалы біздің ауылды салыстыруға келмейді вообще. Ауыл дейтін, мына жол дейтін, мына балдар мектепке жете алмайды. Мына жақтардағылар бар, мына жақтағылар бар. Жол алыс, балшықтап мысалы. Жол дейтін тротуар жоқ. Свет салынып жатыр, онда әлі тоғы тартылып естілген жоқ. Бүлдіршін ойнайтын жер жоқ ең болмағанда. Мысалы ауылға келесін дейсің, мысалы балдар ауылдан көшу көп. Неге көшеді? Білім сапасына қарай көшеді. Баланы беретін спорт кешені жоқ. Мысалы ауданның мысалы қатысатын балдар аудандағы азамат спорт комплексы бар, бассейн жоқ деп бассейн соған балдар шығып барады. Мысалы суға түсу үшін. Сол басқа да секциялар бар ғой. Ештеңе де жоқ. Балдар ауылда көшеде қаңғып жүр, бұзақылық жасайды. Оған кім жауап береді? Ол үйдің семьяменен мемлекетте бәрі де бір не ғой, тұжырым ғой бәрі келгенде. Мысалы ол жағдай дейтін мысалы ауылдың қартаюына келіп соқтырады ғой. Жастар кетсе, баяғы мысалы шалдың арттарын қуып жатқан біздер қаламыз енді. Жастар кеткеннен кейін мысалы ол жас семья жоқ болса, ауыл не болады? Өшпей ме? Өшіп қалады, болды, тымда жоқ. Сол мәселе. Оны айта берсең ауылда дейтін қыруар мәселе көп. Қазір өзіңізді жігіттер аралатып көрсететін шығар, қандай жағдайда. Су тартылғанда да, газ тартылғанда да жасалған жерлер өте нашар жағдайда қалады. Мысалы, мал батып жатыр, қазған шұңқырына, мәшін батып жатыр. Мысалы, жасалып жатқан жұмыстарды ешкім қадағаламайды. Ауылдан әкім қадағаламайды, жасатып жатқан адам келіп қадағаламайды. Ол тек мысалы ақша бөлінді, мәт саған мәт лақтырады тастайды болды. Жасатады. Жасап жүрген мен сияқты, сен сияқты жігіттер мысалы. Бәрі ғой. Биліктен сұрайтынымыз енді билік келіп көру керек көзіменен. Бір сөз болды. Болып жатқан затты, мына жасалмай жатқан затты бәрі көзбен көрмей біз айтқанменен ондай ештеңе бітпейді. Облыс әкімін шақырып, облыс әкімі көзбен көру керек. Біздердің мына нелер келген мына әкім болады, басқа болады, мына шенділер дейміз ғой. Ештеңесін көрсеткісі келмейді, жақсы жерді апарады, салынған клубқа апарады, клубтың дақсап тұрған жері бар. Ауылда медпункт мысалы. Дәрігер тұрақтамайды мысалы, дәрігерге жағдай жасалмаған. Ана медпункттерді көрсетер, іші дейтін адам көретін жер жоқ.
новыйда жаңадан салынған зат қой, көп болған жоқ. Іші дейді кәдімгі трещина барып жарылып, жағдай нашар ауылда. Ауылдың жағдай мүшкіл, былай айтқанда. Келіп көрсін, облыс әкіміне Нұрлан Ноғаев есеп бергенде бәрі тек сипырменен, онымен есепке де бір рет қатыстым. Ауылдың әкімі келіп қатысып, бұрын не істеді, бір 2 жыл бұрын ба, бәрі тек сипыровой. Мынандай жасалып жатыр, анандай бүйтіп жатыр, мынандай сөйтіп жатыр, ештеңе жасалып жатқан жоқ. Қорғақ уәде жасалып жатыр, ол соны аппаратты ол ана жоғары жаққа береді. Мына Жармыштың жағдайы жақсы екен дейді. Бірбен алды. Келіп көру керек қой, көзбен. Көзбен көрмей ештеңе бітпейді ғой. Адам көрсетіп, мысалы. Біздерде не? Баяғыдан әдетіміз ғой. Әкім келеді десе, мына жерде әктеп сырлап, түгел сықитамыз да, міне жағдайымыз міне дейміз. Сол нысанды келіп көреді де, басқа нысандарды араламайды, мысалы. Ауыл ішін араламайды, көріп, мынау деп ешкім оны көрсетпейді. Сол көрсетуге жағдайлар жетпейді. Келуі енді мысалы ауылдың енді мына адам аз келіп тұрғанменен әркім жұмыс уақыты ғой енді. Ауылда жиналған жастар бар, басқалар бар, енді бәріміздің талабымыз облыс әкімінің келіп көруін талап етеміз де біз. Ауылдың ішін, жағдайын, тартылып жатқан судың жағдайы бар, тоқ тартылып жатыр, жолдың жағдайын түгел көрсін келіп. Объектілерді дұрыс аралау керек, көрсетуіміз керек. Блогер жігіттер бар ғой енді ауылда. Түгел айтып жатыр, не істеп жатыр, бірақ соны құлақ асып жатқан ешкім жоқ.